Өмір, тағдыр, ғұмыр. Менің қолымда кез келген адамға ой салатын тамаша бір жазбаны оқып берейін. Авторы кім екенін білмеймін. Қашан жазылғаны да белгісіз. Ең маңыздысы ондағы айтылған сөздер. Саналы адам осыны тыңдай отырып, өзіне сабақ алары сөзсіз. Жақыныңа өкпелі болсаң да, аз ғұмырыңды сыйластықпен өткіз. Өкпе, реніш, наз дегенді көңіліңнен өзің өшірмесең, ол еш уақытта бітпейді. Бүгінгі адам, ертеңгі топырақ. Бір үйде қанша жан барсың, бәріңде бір-біріңе қонақсың. Сыйлассаң, тіріңде сыйлас, өлгеннен соң жыласпа. Қу тірліктің күйгенімен уақыт сымырай береді. Ештеме дәл бүгінгідей қайталанбайды. Әр уақытыңды, әр адамыңды қадіріне жете біл. Тірі адамда мүмкіндік көп. Иіске, сүй, құшақта, аяла, бауырыңа бас. Әр секундыңды қимастарға арна. Ешкім мәңгілік емес. Сондықтан мүмкіндік бар да, қимастарыңның ыстық құшағында еркеле. Алла адам баласына көп мүмкіндік берді, уақыт берген. Әр кездескенде жоғалтып аламын-ау деп бауырыңа бас. Шын ықыласыңды білдір. Қоштасарда да көріспей қалсам ше деген оймен қимай қоштас. Сезіміңді білдір. Ол адамның саған қымбат екенін сездір. Сен өлгенше өштесіп жүрердей ол да шайтан емес. Бұл өмірде не сен, не ол бірінші кетеді. Сол кезде өкінбейтіндей бол. Қасыңда жүрген адамдарыңды бағалай біл. Ол туысқаның, жаныңдағы жарың, досың, сырласың, құрдасың болуы мүмкін. Мейлі, қайсысы болса да, ол адам бүгін бар, ертең де бар болуы мүмкін. Ал арғы күні ше, бар ма жоқ па белгісіз. Кейін ол сізден алыстап кеткен соң, саныңызды соғып қалмаңыз. Өмірде еш нәрсе мәңгілік деп қарамаңыз. Ақшаға да. Сізде қазір бар болуы мүмкін. Кейін жоқ болмасына кім кепіл? Тіпті мен де осыны тыңдап отырған сізде мәңгілік емеспіз. Туысқаныңды, бауырыңды сағындың ба? Онда жай ғана хабарлас, ізде. Сағынып кеттім де. Әке анаңа сіздерді қатты жақсы көремін деп күнде хабарлама жаз. Кейін кеш болып қалмау үшін. Сезіміңді уақытыңда айтып үйрену керек. Ештеме маңызды емес. Ақша, атақ, мансап, байлық, сұлулық, менмендік, өркөкіректік, көлік, қымбат телефон, қымбат киім, тағы басқа. Тек қана сезім ата-анаға, жарға, балаға, досқа, бауырға, туысқанға, басқа да өміріңіздегі жақында жан адамдарға деген сезіміңіз маңызды. Сезім дегеніміз жақсы көру, сағыну, іздеу, сол үшін алаңдау. Бауырмалдық, мейірімділік, адалдық, достық болып жалғасып кете береді. Сезімсіз өмір бос өмір. Кейін бармағыңызды тістеп қалмайық. Ешкімді өкпелетпей, ешкімге жамандамай, ешкімге өкпелемей, кек сақтамай, сағынып көріскенге, ойнап күліп, әзілдесіп жүргенге не жетсін? Өмірімізде ақшамыз көп болғанша, құлағанда демейтін, ауырғанда жүгіретін, жылағанда жұбататын, мұңайғанда күлдіретін, қиналғанда көмектесетін, жанашырымыз жанымызда. Игі жақсыларымыз көп болсын. Адамдарға сіз не бересіз, олар да сізге оны 2 еселеп қайтарады. Сондықтан да сыйлы болғыңыз келсе, сізді жақсы жақындар
жандарыңыз сізді іздесін, сағынсын десеңіз, осы әрекетті алдымен өзіңіз жасаңыз. Көкейіңіздегі өзімшілдікті тыйыңыз. Өзі бірінші жазсын, алдымен өзі істесін. Мен ешкімді іздемеймін, неге мен оны іздеуім керек дейсіз, білемін. Кішірейгеннің абыройы тасиды. Сол үшін бірінші болып адамдарды қуантуға, жақсылық жасауға, жылы сөз айтуға тырысайық. Бәлкім, сіздің де бір ауыз жылы сөзіңіз оның бүкіл бір өмірін өзгертетін шығар. Ойланып көріңізші. Барды бағалайық. Бұл өмір қамшының сабындай өте қысқа. Осы сөзді тыңдап отырған сізге үлкен алғысымды білдіремін. Мына қысқа ғұмыр тіршілікте сыйласып жүргеніміз үшін басымды иіп, құрмет тұта, Алладан әрқашан амандықтарыңызды тілеймін. Достар, замандастар, егер осы жазбам ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыз. Жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеле кетіңіз.